Африкалық адамдар мынандай зат алады. Ол алтыннан болу керек. Ол жылтырап тұру керек. Соңғы рет мен ChatGPT-ден қараған кезде Техаста 3500-дей стор болған. Қазір жабылуға заказ бергендер, жабылуға шағым бергендер 30%-на дейін деп айтсақ болады. Сіз коробкасын ұстап тұрсаңыз, 22-ден бастап 24-ге дейін жақсы кезеңдер болды. Яғни бізде айналым 1,5 миллион сондай болатын. Метада біз 4.000-нан жоғары $6,000 аралығында тек қана рекламаға жұмсаймыз. Өзімізде Әзиз екеуміз испанша үйрендік. ¿Cómo estás? ¿Quién es este? ¿Sofas? ¿Cuál carne es este? ¿Gris, negro? Café. Café. Ok. Сәлем достар, бүгін біз Хьюстон қаласындамыз. Жеке кәсіпкерлерді зиярет жасаймыз. Олардың жеке бизнесі жиһаз бизнесі деп аталады. Және де олардың бизнестерінің аты Alban Furniture. Өте қызық аты. Ал енді біз Даулетпен танысайық. Қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Алейкум салам. Жалпы мына бизнесте қанша жыл болдыңыз? Осы бизнесте, осы салада қазір 5 жыл жұмыс істеп жатырмын, бірақ дәл осы кәсіпте 4-ші жыл ашылғанына магазиннің Alban Furniture деген retail local store Хьюстон қаласында. Біз осы жақта қазір Чайнатаундамыз. Яғни бұл жерде Чайнатаун. Бұл ара Чайнатаун болып саналады. Чайнатаунды қалай түсінуге болады? Ол не? Бұл жерде көбінесе осы аумақта тұратын адамдардың бәрі азиялық адамдар, вьетнамистер және де Қытайдан келген адамдар. Сол үшін өздеріңіз білетіндей, каждый қалада, әрбір қалада Қытайлардың аумағы бар. Парктен қарасаңыз, тұратын адамдар барлығы, local сторлар барлығы Қытайдан келген иммигранттарға бағытталған, соларға керек заттар ұстады. Сондай аумақ болып саналады достар. Бірақ біз осы аумақ емес, бүкіл Хьюстонға жұмыс жасаймыз. Окей. Бірақ та орналасқан жер Чайнатаун, бірақ та сіздің клиенттеріңіз тек қана қытайлар емес, иә? Ол тек қана қытайлар емес, біз көбінесе келген адамдарға жұмыс жасаймыз, иммигранттарға деп айтамыз. Яғни Оңтүстік Америкадан келген адамдар, біздің Есенгеден келген адамдар және local Хьюстондықтар, соларға жұмыс жасаймыз барлығына. Яғни Хьюстонның арасындағы 50 майлы шамақта біз қызмет көрсетеміз. Local retail store. Дүкеніңізге кіріп, қош келдіңіз. Әрине. Бірінші әзеке. Рахмет. 2022-нің 21-дің аяғы, 22-ден бастап айтсақ болады. Осы арада Әзиз екеміз осы кәсіпті ең алғаш бастадық ноябрьдің 11-інде. И бұл магазин бұрын осы жерде болған. Тек осы кәсіпке мен партнер ретінде кірдім. Басқа бір азамат бар, Әзиз деген кісі. Сол кісіден долясын сатып алдық. И бұл жерде басқа кәсіп жүргізілетін еді, мебель сататын, бірақ liquidation мебель сататын еді бұрын. Liquidation ол не? Liquidation деген, яғни сіз онлайн мебельді заказ бересіз, үйіңізге келеді, сізге ұнамаса, сіз қайтарып жібере аласыз, құқығыңыз бар. Сол қайтарылған мебель, ол кейін жиналады да басқа жерге барып аукционмен сатылады. Яғни коробкасынан ашылған, қолданылмаған, бірақ қайтарылған мебель. Соны сіз қайтадан сатып аласыз аукционнан, яғни төменірек бағаға, өзінің 100% бағасына, мысалға, может 15-10%-ға көлемінде сатып аласыз да, оны қайта сатуға арналған мебель. Бірақ ол қолданылмаған, иә? Қолданылмаған. Жай ғана қорапшасы ашылып қалған. Коробкасы ашылып қалған, немесе жолда келген жағдайлар болып қайтарылып кеткен, сондай көжерінің көп деген категорияға болып саналады. Соны алып сатасыз, бірақ оны сатқан кезде сіз белгілеу керексіз, ол liquidation open box деп белгілеу керексіз, ол жаңа фурничер болып саналмайды. Бірақ та оның ешқандай гарантиясы бір нәрсе болады. Оның ешқандай гарантиясы болмайды, өйткені гарантиясы сіз бірінші рет қайтарғанда жоғалып кеткен. Бағаларын салыстырсаңыз, мысалы сізде жап жаңа жиһаз. Ал дәл сондай жиһаз, бірақ та коробкасы ашылып қалған. Бағасы қандай болады? Бұл жерде бағасы сіздің маркеттен алған бағаңызға байланысты болады. Яғни аукционда бұл диванның бағасы $1000 тұрған болса, аукционнан сіз сатып алған бағаңыз сізге келген бағасымен 20%-ға сатып алсаңыз, retail стоимостан, яғни өзінің негізгі бағасынан, сізге ол $200 келді. Сізге бірақ келді, басқа экспенстеріңіз $100 шықты. Бірақ оның маркеттегі бағасы $1000. Сіз сәйкесінше сол екеуінің арасында балансын ұстап сатасыз. Бірақ міндетті түрде liquidation деп айтып сату керексіз. Бұл жерде оған еш return жоқ да? Оған return болмайды. Өйткені ол бірінші рет қайтарылған зат, екінші рет қайтарылмайды. Өйткені әрбір заттың гарантиясына оның manufacturer жауап береді. Бірақ бағалармен салыстырсаңыз, жаңа айтқандай, мысалы бір жиһаз $1000 тұрады, сіз оны $200-ға алдыңыз өзіңіз, және де сатқан кезде қандай пайыз қосып приблизительно сатасыз? Бұл көбінесе бұл жерде ешқандай әрбір адамның, сататын адамның өзінің экспенстері мен шығындарына байланысты, магазин қай жерде орналасқан, қандай шығындары бар, сол
соған байланысты енді қай маркетке жұмыс істейді, қандай аумаққа, қандай адамдарға, соған байланысты қосылады. Бірақ көбінесе оның үстіне 2 еседен көп қосылмайды, яғни оны сіз 600-ден 800-ден көп сата алмайсыз. Ол жерде қосылатын бағасы 100% гана үстіне максимум қосылатыны. Яғни 200-ге алсаңыз 400-ге сатасыз. 400-ге сатасыз. Бірақ ол маркеттегі жаңағы $1000 бағадан төменірек. Сәйкесінше алатын адам да оны біліп алып ойлайды. Сол мына дүкен тек қана жаңа жиһаз сатады. Біз кейін мен бизнеске келгендіктен әзекеңімізге отырып, ақылдасып, бизнестің концепциясын өзгерттік. Сәйкесінше өзгерткен себептің ең біріншісі, яғни сіз жаңа мебель сатқан кезде сіздің клиенттік базаңыз пайда болады. Яғни адамдар қорықпастан мебель алады, жиһаз алады, кейін қайтып келе алады. Сол үшін осы кәсіпке көштік 2022-ден кейін бірден. Сол 2022-ден қазір 2025-тің аяғы, осы күнге дейін осы салада жұмыс істеп келеміз. Тек қана жаңа мебель сатамыз. Қазіргі соңғы өздеріңіз байқағанымыздай, осы 2024-тен бастап біз Хьюстонға қазақ комьюнитінің көп көшкенін байқадық. Сол қазақ комьюнитиде көп жұмыс жасап жатырмыз. Әркесінше ол кезде жаңа оның бағыттары бар. Біз қазақ комьюнитиіне өзіміздің тараптан, дүкен салапынан көбірек жеңілдік беруге тырысамыз. Және де өзі осы Alban Furniture'да жұмыс істеп жатқан жаңа бағдарлама 3 айға біз, яғни ешқандай кредит чексіз, ешқандай гарантсыз лизге береміз мебельді. Яғни сіз келіп, қазақ комьюнитиінен немесе СНГ комьюнитиінен болсаңыз ала аласыз. Біз ешқандай гарантсыз сізге береміз, мебельді 3 айдың ішінде сеніп береміз. Ол жерде сенім ретінде ешқандай құжат ештеңе жоқ. Ол жерде қазақ емес, СНГ-ден шыққан біздің комьюнитиде болсақ болады. Өйткені біз түсінеміз, жаңадан келсеңіз, сізге біріншіден кредит скорды құрастыру керек болады, сізге көптеген уақыт керек болады кредит скор жүргізу үшін, ақша аудару да қиынырақ болады бастапқы кезде, өйткені белгілі бір қағаз тарапынан кедергілер болады. Сол тарапты түсініп, біз сол тарапта жұмыс істеуге тырысып жатырмыз қазір. Бірақ өзінің комьюнити өте үлкен, өте жақсы, енді адамдар ешқандай немене подвозить етпеді осы күнге дейін. Сізде жиһаз қайдан келеді? Қай жақтан аласыз? Қаншаға аласыз? Қаншаға сатасыздар? ақш өзі өте дамыған мемлекет болғанмен, көбінесе донорларға тәуелді мемлекет саналады. Барлық жиһаз 90-95%-на дейін ол шетелден келеді. Яғни донорлық мемлекеттер Қытай, Вьетнам, Малайзия еңбек күші аз болғасын, сол тараптан келетін. Бүгінге дейін 90-95%-на дейін барлық мебель сол жақтан келеді. Сол жақтан алып, осы жаққа үлкен компаниялар әкеледі. Біз солардан сатып алып сатамыз. Кейбір парттарын өзімізде әкелеміз ол жақтан, бірақ барлығын емес. Өйткені біздің жұмыс істеп жатқан ритейл маркетте шамамен 16 000-дай товар бар. Әрқашан сатылып айналысып жүретін, ол мебель саласында тек қана ойлаңыз. Соның бәрін әкелу міндетті емес. Сол компаниялар келеді, біз олардан сатып аламыз. И солай сатамыз. Сіздер мына жақтан сатып аласыз? Ол жақтан сатып аламыз көбінесе, өйткені әрбір үлкен қалада әрбір жиһаз саласының өзінің представителі болады, солардан сатып аласыз. Олар сізге дайындап әкеліп береді, солардан алып сату үшін. Бірақ қазіргі таңда жаңа 2025-тен бастап мемлекеттік бағдарлама өзгерді. Жаңадан келген товарларға тариф қосылып жатыр. Мысалға, өткен октябрьдің басында о жаңадан 30% қосылды. Оған дейін 35% қосылған, оның алдында 10% береді. Яғни, қазірде 75% тариф қосылды. Десе де басым көпшілігі шетелден келеді. Өйткені ақшта өндірулер қиындау. Қазір клиенттермен қалай болып жатыр? Клиенттермен бұл жерде клиент ең соңғы адам, жауап берген сатып алатын, бағаны төлейтін сол адам. Яғни, мемлекет жасаған әрбір өзгеріс сол кісілерге әсер етеді. Әрине, ол клиенттердің сатып алу көрсеткішін төмендетіп жатыр. Бірақ бұл жерде мемлекеттің жасап жатқан екінші мәселесі, ол яғни Федтен, яғни кредитный ставканың өлшемін төмендетіп жатыр. Бұл яғни өз кезегінде клиенттерге, яғни кредитке сатып алуға ықпал жасап жатыр. Сол тарапынан көтерілді, бірақ жалпы тұрғыдан клиенттердің сатып алу қарқыны төмендеді сәйкесінше. Бұлай санмен айта аласыз ба? Мысалы, былтыр қалай болды, биыл қандай пайызға түсті? Примерно 30%-ға дейін түсті. Яғни ритейл бізге келетін адамдардың сатып алу деңгейі 30%-ға түсті. Тек бір жылдың 3.90 деп айтсақ болады, сол көрсеткіш бойынша қазіргі октябрьға дейінгісі. Өйткені бұған әсер етіп жатқан мәселе баға мәселесі, баға көтерілді. Бірақ жақында осы біздің салада жұмыс істейтін үлкен журнал бар, ол Furniture Today деп аталады. Соның соңғы репортын қарасақ, мынандай өзгеріс тенденция пайда болған. Яғни біз ритейлмен айналысамыз, local. Онлайн e-commerce сатыс бар. Ритейлдағы сатыш түскенмен,
онлайн e-commerce сатыш көтерілген. Яғни адамдар егер локалдан сатып алмаса, онлайн сатып алып жатыр. Онлайн болғанда шетелден өздері... Жоқ, ол шетелден емес, бұл жердегі онлайн сатышта, яғни үлкен платформалар, яғни Amazon, Wayfair, солардағы сатыш жоғарылаған, ал local retail сторлардағы сатыш төмендеген. Сіздер өздеріңіздің сайттарыңыз бар ма? Бізде өзіміздің сайттарымызды сайт арқылы сатамыз, social media арқылы сатамыз. Ал бұл белгілі бір көлемі бір бөлігі ғана бұның. Осында үлкен маркетплейстерде жоқсыздар ма? Amazon, Wayfair? Біз үлкен маркетплейстерде қазірге өкінішке орай жоқпыз. Бұрын болғанбыз, бірақ кейін одан шықтық. Өйткені ол басқа бір сала. Яғни онымен сіз жеке фокусқа байланыссаңыз болады, немесе ритейлға кірсеңіз болады. Өйткені екеуінде ұстап жүру, екі үлкен бизнес сияқты қарасаңыз болады. Жалпы сіздерде қазір қанша адам жұмыс істейді? Жұмысшылар бар ма сіздерде? Иә, бізде қазір жұмысшылар бар. Қазір сатушы ретінде 2 адам жұмыс істейді, и доставка жасайтын 1 адам жұмыс істейді, өзіміз көмектесеміз, и өзіміздің 2 адам бар, яғни жалпы көлемде 5 адам жұмыс істейді. Бұрын бірақ бізде 8 адамға дейін болып еді, бұған дейін. 5 адамды асырау үшін қанша айлық бересіздер айына? Именно біздің салада бұл жерде кейбір адамның жұмыс істейтін жастайтын жұмысына байланысты. Егер сіз именно сатушы менеджер болсаңыз, сізге бейс салар дейді, яғни сізге қарапайым сағатына төленеді, ол $12 сағатына, и әрбір сатыштан 3,5% төленеді. Процент. Бұл жерде яғни сіздің сағатыңызға төленеді, и әрбір сатыштан төленеді. Бұл жерде мысалға орташа чек фурничер болғандықтан, мебель болғандықтан үлкенірек болады, $1,800 дейін, содан 3,5% аласыз. Ең бастысы сіз сатсаңыз көбірек аласыз. Ал екінші сала ол яғни белгілі бір қызмет айналысатын адамдар, бізде доставка, установка жасайтын адамдар, олар күніне $160-дан $180 дейін алады, өзінің экспириенсіне байланысты. Яғни сіз жаңадан келіп кірсеңіз, 150-160-дан бастайсыз, бірақ белгілі бір уақытты өткеннен кейін сіз өзіңіз қалай құрастыруды білесіз, белгілі бір ордерлерді өзіңіз барып жасай аласыз, сол кезде сіз 180 аласыз. Ол күніне $180. Ол тек қана такстан бұрын таза сіздің қолыңызға алады. Енді осындай сұрақ нақтыласақ, 5 адам жұмыс істесе осы жақта, айына қанша ақша жұмсайсыз сол 5 адамға? Осы жаңағы сату пайызымен қоса, базовый ставкасымен қоса. Мен сізге айтуға болса? Мен примерно суммасын өйткені бұл жерде ең үлкен экспенс әрине адамдардың жалақысы, бірақ бұл жерде басқа бір экспенс бар, яғни сіздің маркетинг стратегияңызға байланысты сол бар. Аренда ең соңғылардың бірі, ең аз ол фиксированный немене, примерно 22-26 $1000 жұмсау керексіз. Тек қана экспенсіңізға. Ол экспенсің ішіне не кіреді? Айлық? Бұл жерде адамдардың айлығы ең біріншісі. Екіншісі сіздің экспенстеріңіз, маркетингге салған экспенстеріңіз. Яғни сіз social media метадан, Instagram'нан, Google Maps'тан сіз реклама бересіз, солар. И одан кейінгісі, ең соңғысы сіздің иншурансыңыз, үйдің зданияның арендасы, электричествосы, Wi-Fi-ыңыз, қосымша телефонның немедер шығындары деген сияқты заттарда, бұл солар. Жаңағы, онда былай істесек, қазір жалпылама айтсақ, фонд деген фонд оплаты труда қанша пайыз алады 26 мың ішінде? Ол жерде примерно 60-70% дейін алады. Өте үлкен ақшта, өйткені адам еңбегі өте қымбат. Сол себепті ақшта бір затты құрастыру, жақында бір исследование естідім. Егер шетелден келетін тауардың тарифін 200%-ға арттырса, яғни қазір мысалға 70% болып тұрса, 200% үстіне арттырса, бірақ десе де ақшта оны құрастыру өте қымбатырақ шығады екен. Сізге 200% тариф қосады, шетелден әкелгеніңіз ыңғайлырақ сізге. Дайын болып келсе. Осы жақта жұмысшылар қолданбаса. Жұмысшылардың еңбегі соншалықты қымбат. Өйткені ол тек қана сіздің жұмысшының еңбегіңіз емес қой, сіз ол үшін үлкен оборудование дайындау керексіз, сіз үлкен бір помещение ұстау керексіз. Оның опять-таки жаңағы заттары бар, страховкасы бар, сіздің міндетті түрде контракт жасайтын термдеріңіз бар. Яғни бір здание алғаныңызды жақта білесіз. 3-тен 5 жыл, 5-тен 10 жыл солай уақыт алу керексіз. Оны міндетті түрде кішігірім жаңағы уақытқа ала алмайсыз, негізі. Сіз ала аласыз, бірақ сіздің рейтингіңіз өте жоғары болады. Яғни square feet-не может сіз $1-2 төлейсіз да, үлкен орқаустар $1 болса, мысалы біз уақыт жақта барлық заттан да демек 2-3-4 есе қымбаттырақ болуы мүмкін.
Нашта жалпы дүкен жайлы сөйлесек, қанша square feet бар, және де тек қана дүкен ареясы бар, және де ар жақта сізде не бар? Склад бар, иә? Бұл жерде біз көп склад ұстамаймыз, тек қана кішкентай сторож ұстаймыз. Өйткені күнделікті керек заттарды адам дәл уақытта алып кетеміз ұстаймыз, бірақ бұдан басқа біз сторождар ұстаймыз. Дүкеннің неменесі аумағы 5000 square feet. Ол қанша метрмен былай? Метрмен қанша болады, Зеки білмейсіз ба? 500-дей болады ма? 500-дей болады. 500 квадратный метр, иә? Солай түсінсек болады. Өйткені ең алғаш келген кезде басында square квадрат метрге ауыстырасыз, кейін үйреніп кетесіз. Ештер, барлық зат сізге қарапайым болып қалады. Бұл жерде көбінесе магазинде біз ұстайтын затымыз, ең көп сатылған зат ол матрас болып саналады. Өйткені мебельдің ішінде үй жиһазы және матрас. ақш-тағы ең пайдалы кәсіп ол матрас сату сізге. Яғни бір матрас бір жерде $300 тұруы мүмкін, екінші жерде $3000 тұруы мүмкін. Дәл сол матрас па? Дәл сол матрас. Неге сондай? Өйткені ақш-та матрасқа адамдар, яғни комфортқа дейді ғой, соған ақша жұмсаған жақсы көреді. Ал егер матрас жақсы болатын болса, адам $3000 немесе $1000 төлеу оларға қарапайым зат. Бір матрас үшін. Бір матрас үшін. Мысалға қазір маркеттегі ең жоғары қымбат матрас, ол Tempur-Pedic деп саналады. Ол қандай? Ол қарапайым көпшілдей матрас, бірақ егер качество жағынан салыстырсаңыз, ол қарапайым $300-500 матраспен бірдей. Бірақ олардың аты бар, бренді бар, сол үшін бағасы қымбатырақ. Бұл жерде сіз брендке қосымша ақша төлейсіз маркетинг. Әрине. Әрқашан солай. Бірінші бір товарды жаңа шығарған кезде брендін жасайды. И кейін сізге ол товарды сатуға рұқсат берсе, сізге маркеттік прайс береді онда. Яғни сіз одан төмен сіз алмайсыз. Бұл жерде шарттары бар, иә? Шарттары бар. Мысалға, бұл жерде матрас көрсек, бұл матрас Nectar деп аталады. Қазір Ashley брендпен жүрген жеке компания. Ashley деген америкалық. Америкалық фурнитур жасайтын ең үлкен компаниялардың бірі. Бұл матрас бізге берген кезде маркеттік бағасын береді. Nectar деген. Біз бұдан төмен сата алмаймыз. Егер біз одан төмен сататын болсақ, яғни бізбен шарт бұзылады. Олар қалай келіп тексереді ма? Олар әрқашан келіп тексереді. Соға қазір біздің суплайеріміздің бірі Ashley деп аталады. Ashley деген компания ақш-тағы әлемдегі ең үлкен компаниялардың бірі. Олар бізге ешқашан олармен жұмыс жасаған кезде бізге айтады, сендердің шоурумларыңда, яғни магазиндеріңде дайнинг сет, яғни кухня столдар біздікі 30% болу керек. Дивандар 40% болу керек. Матрастар 30% болу керек. Әрқашан біздің товар сондай тұру керек. Егер олардың агенттері бізге келген кезде ондай товар болмайтын болса, сен оны толтыру керексің. Егер толтырмасаң, мысалы, бәрі матрас болса, сізге уже бан болады, иә? Олар сізге сатпайды, иә? Сол себепті әрбір компаниямен жұмыс істегенде өзінің қоятын условиясы бар. Соны сақтау керексің. Кейбіреулер қоймайды, бірақ үлкен компаниялар көбінесе өзінің шарттарын қояды. Соны сақтау керексің. Жалпы мен матрас жайлы бір не естігем, ерекшелік Америкада Американың тұрғындары матрас жиі ауыстырады деген. Бір статистика бар ма? Қанша жылда? Ол жақта дәл статистиканы білмеймін, бірақ ақш-та мынандай көзқарас қалыптасқан. Көп адамдар, яғни квартирада жалдап тұрады, и лиз квартираның 12 айдан 18 айға дейін алады. Бірақ бір квартирада жаңасына көшкен кезде апартаментке міндетті түрде көбі мебельді толықтай ауыстырады. Өйткені ол жақта жиһаз temporary зат болып саналады көбінесе. Соның ішінде матрас ең көп ауыстырылатын зат. Яғни салыстырмалы түрде матрасты адам 1 жыл, 1,5 жыл ғана қолданылады. Одан кейін қайта ауыстырылады. Ол қарапайым тенденция адамдар үшін. Өйткені бұл жерде көптеген фактор әсер етеді. Яғни матрас болған соң белгілі бір тарапта болған қалуы мүмкін. Қарапайым жиһаз тасымалдаған кезде сыну мүмкін. Сол үшін. Ал көп адамдарға мен түсінгенім, көп жаңа апартаментке көшкен кезде ескі мебелін тастап, жаңа мебель заказ бере салған ыңғайлырақ. Өйткені біз after продаж, после продажи доставка и установка қызметін жасаймыз. Оларға жаңа бос квартираға барып қарастырып бере саламыз. Олар именно андай мувинге де төлеудің қажеті жоқ, сол тарапынан ыңғайлырақ. Яғни оларға бір жағынан комфорт бар, екінші жағынан тегін жұмыс қолданады сіздер. Сол тарапынан ол ыңғайлырақ. Өйткені мувинг жаңағы бір кинода көрсетеді ғой, әрқашанда мувинг өзі көшетін адам телефонмен жүреді. Ананы былай қойыңдар, мынаны былай қойыңдар. Қазақстанда көшкен кезде обычно мен былай көрем, өзін тасыйсың, асар шақырасың адамдар, нашта сондай емес. Ол жақта мувинг саласы үлкен бір бизнес, үлкен бір, ол жақта да жұмыс істейтін біздің жерлестеріміз өте көп. Жаңадан келген адамдар көбінесе байқаймын, мувингде жұмыс істейді, кейін солай компания ашып жатады. Сол кәсіп бұл өте үлкен индустрия. Мебельден басқа
әрбір салада белгілі бір гәптері бар. Магазинде көбінесе ең көп сақтайтын заттарымыз төсектер, матрастар, бұл жерде кухня столдар, dining table и софа. Осы үш категория ең үлкен ақшта. Ал ең көп сатылатын зат болып саналады. Яғни әрқашан сіз көшкен кезде ең бірінші сатып алатын затыңыз жататын матрас, одан кейін кухняға стол, одан бір диван. Мына жақта мен шкаф көрмедім да, көп шкаф жоқ. Бұл жақта ең үлкен зат мынандай. Сіз ведром сатып аласыз, яғни төсек сатып алған кезде шкаф ешқашан болмайды. Оның орнына тек төсек и мынандай комод зеркаласымен. И мындай nightstand дейді, мындай тумбочкалар төсектің қасына. Шкафтар бұл жақта әрбір апартаментте клозет болғандықтан шкаф қажет жоқ, ондай қажеттілігі жоқ. Клозет ол кладовка, Кладовка, ол бір жағынан өте ыңғайлы. Ыңғайлы, уақыт алмай. Мысалға сіз ойлаңыз, үлкен шкафты квартираға қою, ол орнап тұрады. И кейін сіз оны көшкен кезде немесе тастайсыз, немесе үлкен бір ақша төлеп біреулерді жалдау керексіз. Сол тараптан бұл жақта жиһаз саласында айырмашылықтар бар. Біздің есеңгеме салыстырған. Демек, шкаф жоқ. Шкаф жоқ. Концепцияда купе шкаф деген зат жоқ қазір. Сіз оны заказ беріп сатып алсаңыз болады. Әрине ондай адамдар болады. Яғни именно мен купе шкаф керек маған деп заказ беретін. Бірақ ол сәйкесінше көлем үлкен болғандықтан бағасы өте қымбат болады. И адамдарға бір жағынан қажеттілігі жоқ. Өйткені әрбір үйді немесе апартамент салған кезде міндетті түрде клозет жасайды, яғни именно киімдерге арналған рум жасап қойған. Сол үшін ол үлкен бұрыннан жасалған зат болғандықтан қажеттілігі жоқ қазір. Жаңағы жиһаз жайлы қандай стиль көбірек сатылады? Мен осы жақта байқадым, бірнеше стиль бар. Диванның өзі кішкентай диван бар, орташа және де үлкен дивандар бар. Бұл жерде, именно стиль барлық ақшта барлығы бар. Өйткені ақш білесіздер, кез келген азамат ақшқа келіп ақштық болады, америкалық болады да. Бірақ ол өзінің культурасын сақтап қалады, өзінің көзқарасын сақтап қалады адам. Сол себепті әркім әртүрлі зат алады. Мысалға, біз жұмыс істейтін маркет, affordable маркет, бірақ біз көбінесе иммигранттық адамдармен көп жұмыс жасаймыз. И африкалық адамдармен көп жұмыс жасаймыз. Африкалықтар не алады, мысалы, қандай? Мен сізге көрсетейін. Мысалға, африкалық адамдар мынандай зат алады. Ол алтыннан болу керек. Ол жылтырап тұру керек. Қараш. Ол міндетті түрде үлкен көріну керек. Король сияқты болу керек. Король сияқты болу керек. Яғни былайша айтқанда винтажға кетіп қаламыз. Қараш, мынау да алтын. Екінші мәселе, бізде оңтүстік америкалық адамдармен жасаймыз. Біздің клиенттер көбінесе Венесуэла немесе Кубадан келеді. Ол адамдарда осындай жылтырақ заттар жақсы көреді. Ол жылтырап тұру керек, әдемі көрініп тұру керек. Өйткені олар тазалықты жақсы көретін сияқты негізі. Тазалықты жақсы көреді, немесе менің ойымша ол кісілерде мынандай көзқарас бар. ақш-қа келген кезде белгілі арманмен келеді. Келеді де міндетті түрде сол арманмен фурнишинг жасайды. Яғни ол корольдің румы болып тұр бұл жерде. Олар да сондай негізі. Да, солай. Барон сияқты, бірақ та мына жақта көбірек алтын, мынау күміс сияқты, сондай заттар жасайды. Екінші мәселе, екінші тайпық адамдар, локал адамдар, яғни америкалық адамдар. Ақ адамдар ма? Ақ адамдар, немесе америкалық, афроамерикалық адамдар, олар қарапайым ақштық стайл жақсы көреді. Олар әдемілікті емес, комфорт жақсы көреді. Мысалға, ол адамдар диван алған кезде бірінші қарайды. Маған отырып көрем, маған отырған кезде ыңғайлы болса, ол жақсы маған. Дейді, мысалға Эшлидің товарларын көп алады. Нақсаға. Эшли ма? Бұл Эшли. Оверсайз болып санала ма? Бұл қарапайым размер. Қарапайым размер. Бірақ байқасаңыз, бұларда стилі простой, қарапайым. Бұл жерде ешқандай айырмашылық жоқ, ешқандай артық зат та жоқ, қарапайым. Осыларды жақсы көреді. Мен байқадым, жаңағы Costco магазиндерге барасың, сол демо шығарады, міндетті түрде былай ұстайды олар. Сосын ұстаған кезде бір-біріне қарап, былай. Әрине. Типа, согласие алады, сосын былай отырады. Күйеуі, мысалы, алғыс келсе, әйеліне былай көрсетеді. Әрине. Сен де отыр дейді да. Немесе, наоборот, әйелі отырып, күйеуіне айтады, қараш, мынау өте жақсы, мынау ашылады екен дегенде. Бір-бірін уговорить етеді да. Әрине. Бұл жерде қарастыратын мәселе ең үлкені. Именно біздің клиенттерімізге байланысты. Мысалға, біздің есенгенің коммунити, олар көбінесе модерн зат жақсы көреді, mid-century зат жақсы көреді. Яғни таза, сапалысы жақсы и жақсы көрінетін зат. Яғни ешқандай артық алтыны жоқ, алтыны бар мынандай заттарды жақсы көрмейді ол кісілер. Сол тарапынан өте ыңғайлы. Мына дивандарды кім алады? Мынау кинотеатр сияқты ғой мынау? Бұл яғни электрический дивандар, төсек болатын. Бұны сатып алатын адамдар міндетті түрде америкалық адамдар. Яғни осы жерде Техаста туып өскен адамдар жақсы көреді. Неге? Өйткені бұл адамдарға комфорт керек.
Мына жерде кнопкалар бар, зарядкасы бар. Да, бұлардың каждыйында зарядкасы бар, музыка міндетті түрде бұл қазіргі тенденция, міндетті түрде музыка ойнау керек. Қай жақтан шығады? Бұл жерден шығады. Мынау колонка ма? Колонкасы. Бұл жерде жаңа тенденция, адам көбінесе соткада отырғандықтан соткасын диванға қосып қойып, сол жерде отырған жақсы көреді. Сонда музыка тыңдап, содан затты естіп, бір жағынан қарабастаңыз ыңғайлы. Адам өзінің комфортын іздеп жүр. Bluetoothпен қосып қоя ма? Bluetoothпен қосып қояды. Мынау кәдімгідей не ғой? Музыкальный центр, бірақ та диван ішіндегі музыкальный центр екен. Олар кім алады? Қара кісілер алады ма? Міндетті түрде осы жақта туып өскен адамдар алады. Міндетті түрде. Осы жақта деген кезде тек қана Техас па? Техас дегенде Техаста көп тұрған адам, немесе осы жақта екінші generation болған адам, сондай адамдарға болады. Егер сіз міндетті түрде жаңадан көшіп келген адамды қарасаңыз, ол адамдар басқаша түрдегі мебельді алады, міндетті түрде. Олар көп үйренбеген өйткені бұл затқа. Аяқтары да көтеріледі. Аяқтары да көтеріледі, иә, міндетті түрде. Бұл жағынан өте ыңғайлы, аяқ көтеріп, не істеп, жатып аласың. Бірақ экстра комфорт адамды жалқау жіберетін сияқты, иә? Бір жағынан сіз үйіңізге, именно living room-ға демалу үшін келесіз да. Өйткені жұмыс істейтін болсаңыз, сіз жұмысыңыз бар. Бірақ сіз отырған кезде сізге ыңғайлы болғанын қалайсыз. Сол тарапынан бұл өте жақсы. Бірақ бізде қазір мысалға саудада ең көп үлкен зат бұл матрас болып саналады. И матрастың түрлеріне байланысты. Мынау мысалы қосылып тұр қазір. Қазір бұл қосылып тұр. Мысалға сіз мұны реклайнинг жасасаңыз, бұл жерде кнопкалар. Аяқтар қалай көтеріліп жатыр. Былай жатады. Бұл төсекке дейін толын жасай беріңіз. Мынау. Екіншісі басын қозғалтатыны. Екінші кнопкасын бассаңыз. Осы ма? Бер жағын. Мынау. Иә. Мынау реально кайф екен, иә? Бұл жағынан жақсы. Кейбір адамдар бұны міндетті түрде массажмен алу керек болады. Осындай қанша тұрады негізі? Мысалы, бір клиент келеді, тек қана біреуін алады ма, немесе комплект алып қойды? Көбінесе комплект алынады, 3 сетпен жүреді, бірақ сіз жеке де ала аласыз. Бұлардың бағасы дәл осындай электрическилардың $2000 басталады. Охо, $2000. Бірақ бұл жердегі зат көбінесе білесіз, адамдар кредит картқа алады, кредитке алады. Қатты уайымдамайды. Сен қалтаңнан егер $2000 санап беріп жатсаң, сен ойланасың да, $2000 кетіп қалды деп. Бірақ кредит карт әрқашанандай тегін зат сияқты көрінеді адамдарға. Ол шынымен де бір инструмент екен, иә? Осы жақта пуш жасайды. Мысалға сіз келген кезде ең бірінші затын не істейсіз? Банк аккаунт ашасыз, кейін кредит скор билд жасайсыз. Сол арқылы ары қарай қызметтер кетеді. Сонымен үй аласыз, машина аласыз, мебель сонымен аласыз, кейін соны жабасыз. Кейін бірақ төлейсің. Төлейсің бірақ, иә. Бірақ бұл жерде қарастыратын мәселе көп адамдарда кредит скор өте төмен болады. Өйткені белгілі бір мәселе болған, проблемалар шыққан, төлемеген, кейін банкротство жариялаған деген сияқты ондай жағдай өте көп кездеседі. Өте көп тараптан. Окей, матрастар жайлы. Матрастардың түрлері қандай? Сіз жаңағы бренд жайлы айтыңыз, енді түрлерінен қарасақ. Матрастар бұл жерде жасалған структурасына байланысты ішіне бөлінеді. Memory foam болып бөлінеді, яғни тек қана губкалардан жасалған. Екіншісі inner spring дейді, ішінде тек қанандай ашық пружиналар. Inner spring ішінде coil деген бір inner spring. Coil деген жеке-жеке андай пружинкаларды жеке-жеке матаға қаптайды, жеке-жеке салады. Амортизатор жасалған. Мынау 5 zone coil басынылады. Өйткені бұл жерде футбордтың араға жеке coil салған, ортасына қаттырақ coil салынған, сәйкесінше ол бағасына әсер етеді. Яғни бұл қатты матрас, бірақ 5 zone coil деп аталады. Coil деген не ол? Coil деген тоже пружинкалар. Бірақ жеке зонирование. Жеке әрбір пружинканың сыртын фабрикмен қаптаған. Ол қандай несі бар? Плюсы бар фабрикмен? Бұл жерде оның долговечность жақсы болады. И сәйкесінше адамның денесінің пішіміне байланысты матрасқа түсетін pressure, яғни әртүрлі болады да. Сол себепті ортасы қаттырақ болу керек деген сияқты, жоғарғы жұмсағырақ, сондай функция атқарады. Бұл жерде ең көп сатылатын матрас қазіргі Америкада ол memory foam. Неге? Өйткені сіз орап, кішкентай баксқа салып, жібере аласыз, шиппинг арзанырақ. Үйіңізге өзіңіз алып кетсеңіз де, машинамен алып кетсеңіз де болады. Яғни доставкаға төлемейсіз. Сол мәселе де айналып келген кезде экспенстерға келіп тұрады. Сол түрін көрсек болады ма? Қалай упаковканың ішінде тұрған? Жақсы, қазір мен сіздерге упаковканың ішінде тұрған неменені алып келейін. Мынау queen size, иә? Бұл queen size, қалай коробкада келетіндігі. Осындай кішкентай коробкада келеді.
И бұны сіз ашқан кезде үлкен болып ашылады. Бұл андай чипингті төмендету үшін, бағасын чипинг құнын төмендету үшін. Өте ыңғайлы ғой, матрасты жаңа. Мен сізге ашып көрсетейік біреу. Болады, мына жерде инструкциясы жазылды. Бұл жер. Пышақ қолданбайсың дейді. Пышақ қолданбайсыз, тек қана. Сосын 24-48 сағаттың ішінде. Давайте бір жағын ашайық. Сіз коробкасын ұстап тұрсаңыз. Ал. Ого. Бұл енді матрас. Мен ана жерге қояйын, төсектің үстіне. Салмағы қанша екен? Салмағы 20 килограммдай болады бұныкі. Бұл қазір коробкасын любой жерінен ашсаңыз, пластигін. Ішіне ауа кіреді. Ох. Как насос сияқты, И мына ішінде тек қана memory foam жаңағы. Жоқ, бұл жерге бәрін салсаңыз болады. Бұл жерге койлды сала аласыз, бірақ memory foam ең көп сиятыны. Жоқ, бірақ койлмен былай ол не істей алмайсыз, Істей аласыз. Коробкаға салады ма сондай ме? Иә. Мәссаған. Соған ол. Қазір hybrid матрас болып саналады. Ішінде бұның койл да бар, memory foam да бар. И бұған қазір сізге 24 сағаттай уақыт кетеді полный ашылуына. Матрастар осы жақта ақшта жасалатыны бар. Тек қана local маркетте сізге Хьюстонда жасап береді. Олардың сапасы жоғарырақ болады. Өйткені сіз өмірі оны баксқа салмайсыз, вакуум жасамайсыз. Ол сапаға әсер етеді ма? Ол әсер етеді, міндетті түрде. Өйткені сіз егер қатты фон болатын болса, оны баксқа салу қиынырақ. Ол кейін ол ашылмай қалады. Сәйкесінше ашылмай қалған матрастар кейін қолданылмайды. Жалпы жиһаз нарығы жайлы бізге айтып берсеңіз, ақш-та қалай болып жатыр нарық? Егер ақш жайлы айтатын болсақ, негізі ақш-тың нарығын, яғни барлық штатты үлкен игроктар дейміз ғой, солар бөліп алған, яғни Wayfair, Amazon, eBay, солар бөліп алған. Сіз кез келген зат алғыңыз келсе, кіресіз, сатып ала саласыз. Бірақ одан басқа local компаниялар бар. Әрбір штатқа, әрбір қалаға жауап береді. Мысалға, біз егер неменен алатын болсақ, Хьюстонды, Техасты алатын болсақ, Техастағы ең үлкен компаниялар бар. Техастың көлемінде жұмыс істейді, деңгейлері өте жоғары, көп инвестиция жасаған. Олар мысалы Rooms to Go, және Ashleyдің өзі, бұл жерде мысалы American Furniture деген бар. Rooms to Go ол техасский тема ма? Техасский магазиндердің бірі. Үлкен магазин. Әрине үлкен инвестиция салған, үлкен қаражат артында тұрған, үлкен өзінің системасы бар компания. Сәйкесінше үлкен деңгейде кірілген. Солар осы штатта жұмыс істейді, олар кейін экстенд жасалынады. Бірақ десе де ең үлкен платформалар, онлайн платформалар ақштағы, солар жауап береді бәріне. Бірақ ол жерге сіз кез келген уақытта кіріп, өзіңіздің товарыңызды сата аласыз. Бірақ ол жерде қарастырылатын мәселе, оларға кіру шарты өте жоғары. Яғни сенің товарың өте жоғары деңгейде болу керек, әрқашан апдейт жасау керексің, өзіңнің сапаңа жауап беру керексің, сондай мәселелер. Сол сұраққа іздене келіп, біз ритейлға кірдік. Ритейлға кірген себебінің ең бірінші мақсатының бірі, сен аз қаражатпен кіре аласың, и ақшаңның қайтарым деңгейі өте жоғары. Яғни сен саттың, сенің ақшаң қайтып келді. Маржинальность екен ба? Маржинальность емес, ақшаның обороты. Оборот. Яғни сіз Wayfair'да сататын болсаңыз, сізге чек 2 аптадан кейін келуі мүмкін, 1 айдан кейін келуі мүмкін. Егер сен бірден жатқызатын болсаңыз, саған белгілі бір процент көлемін ұстап қалады жібереді. Сәйкесінше сен ақшаңды саласың, ол ақша айланып келгенше сен көп ақша жұмсау керексің. Ал бұл жерде сенің жеке экспенстерің тұрып қалмайды ғой, яғни сіздің арендаңыз бар, жаңағы Wayfair'дің ішіндегі неменеңіз бар, Amazon'дағы промоушндарыңыз бар, возвраттарыңыз бар, зарплаталарыңыз бар жұмысшылардың. Оның бәріне сіз үлкен пакетіңіз болу керек. Ал біз жаңадан бастаған кезде, мен өкінішке орай дәл менде ондай жағдай болмады, сол үшін ритейл ең қызықты вариант болып көрінді. Жалпы былай жаңа нарықты қараған кезде сіз айттыңыз, үлкен платформалар бар. Кейіннен штаттардың ішіндегі үлкен бір нелер бар, гиганттар бар. Әрине. Сосын қалаларда сіз сияқты кішігірім бизнес деп аталады ма? Средний бизнес па? Шағын бизнес болып саналады. Өйткені кішігірім бизнестер де бар. Мысалға жаңа Rooms to Go де үлкен бизнес болып саналады. Одан кішіректеу компаниялар бар. Өздерінің мысалға 10-15 локейшндері бар. Олар да орта бизнес болып саналады. Олар да бір қаланың көмегінде жұмыс істейді, өздерінің системасы бар. Одан кейін біз келеміз шағын бизнес. Яғни бізге бір маркетке бір-екі локейшнге жұмыс істейміз. Сәйкесінше біздің жұмыскерлеріміз азырақ, шоурумдардың көлемі де азырақ. Яғни белгілі бір қаланың аумағында ғана жұмыс істегендіктен. Сол үшін бізде affordable furniture деп аталады. Біз жұмыс істейтін маркет. Сол барлық маркеттің ішінде біз қолжетімді мебель сатамыз. Соның
ішінде белгілі бір адамдарға ғана сатамыз. Ол жерде қолжетімді мебель болғандықтан, жиһаз болғандықтан, әрбір адам ала бермейді, яғни америкалық адамдар ала бермейді оны. Өйткені олар алғысы келсе үлкен жаңағы игроктарға барады, жұмыс істеуге, мысалға Gallery Furniture бар, соларға барады. Өйткені олар өздерінің неменелерін сақтап тұрады, кейін дұрыс жерден алғысы келеді. Бірақ та сапа дәл сол сапа болады ма? Сапа барлық жерде бірдей. Бұл жерде сіз қай жерде жұмыс істейсіз, қай локейшндесіз, сіздің арендаңыз төмен болса, сіздің бағаңыз да төменірек. И сізден алатын адамдар да өздері біледі да, яғни мен жұмыс-істеуге барсам, баға қымбатырақ сәйкесінше. Мен сәйкесінше сол бір затқа сондай зат төлеймін. Немесе локал бір кішкентай магазин алсам, маған арзанырақ түседі. Сәйкесінше бұл айналып келгенде бағаға әсер етеді. Жалпы Албан фурничердің нақты сандары қанша ақша табасыз, қандай сізде оборот, қандай затраты бар? Бұл тарапты былай қарастырсақ, салыстырмалы түрде да, мысалға фурничер маркетте бум болды коронавирус кезінде. Одан кейін 22-ден бастап 24-ке дейін жақсы кезеңдер болды. Яғни бізде айналым 1,5 миллион сондай болатын. Кейін ол төмендей бастады көрсеткіш. Ол кезде бізде 8-дей адам жұмыс істейтін. Енді біз көбінесе әзекеміз жұмыс жасамайтынбыз, мүлдем көп келмейтінбіз, көп қарап, тек қана маңызды заттарға ғана қарап жүретінбіз, бірақ ешқашан магазиннің ішіне кіріп сауда жасап сондай жасамайтынбыз. Бірақ кейін өзгерді, бізде тарифтер қосылды, жаңа маркет өзгере бастады, интерес рейт жоғарылатты Фед. Соған байланысты сатыш деңгейі бүкіл маркетте төсе бастады. Қазір салыстырмалы түрде қарағанда сатыш біз былайша 40-50%-ға дейін түсті деп айтсақ болады. Ол әсер етсе бізге қатты әсер етті. Қазір соңғы рет мен ChatGPT-ден қараған кезде Техаста 3500-дей стор болған. Қазір жабылуға шағым бергендер 30%-на дейін деп айтсақ болады. Яғни 30% ритейл сторлар, онлайн емес, ритейл Хьюстон емес, Техастағы, солар жабылуға берген. Банкротствоға берген 30%. Сәйкесінше бізде ұлыстарға икемделу үшін көптеген шаралар қабылдадық. Қазір штатты 4 адамға қысқарттық. Қазір өзіміз жұмыс жасаймыз. Өйткені қазіргі бір мақсат осы маркетте тұру, осы кезеңді өткізу. Өйткені қазіргі кім қалса маркетте, кейін оңайырақ болады. Өйткені коронавирус кезінде бум болды, маркет 2 есеге көтерілді. Көп адамдар, көп ритейл сторлар аша бастады. Сәйкесінше ойыншылар да көбейді, сататын конкуренция жоғарылады. И кейін белгілі бір маркетте кризис келе бастаған кезде уже көбі шыға бастады. Ал қазіргі мақсат осы кезеңді ұстап тұру, яғни осы кезеңнен өтіп кету и маркетте қалу. Бірақ әрқашан клиентті ұстап табу и ұстап тұру. Даке, бір сұрақ, неге именно коронавирус кезінде бум болды? Негізі бұл жердегі бірінші мәселе, оған дейін адамдар жұмыста болатын, үйде отырмайтын. Коронавирус адамдар үйге келді, отырды, сен 24 сағат үйде болу керексің. Одан да көп комфорт. Иә, комфорт керек. Сен отыратын диваның бұрын 2-3 сағат отырсаң, қазір күні бойы сонда отырасың, сәйкесінше дұрыс мебель керек, дұрыс зат қалайсың. Бас үйде отырғанда басқа істейтін зат та жоқ, өйткені сыртқа да шыға алмайсың, үйіңде декорация жасайсың. Сол үшін өте үлкен бум болды. Маркет 2 есеге көтерілді. Бұл андай өте үлкен бум болды. Маркет одан кейін ешқашан қайтып келген жоқ сол деңгейге. Сол мәселе болды. Жылдық оборот 1,5 миллион дейін болған жылдық. Да, бұрын сондай деңгейде. Қазір жылдық оборот орталама айтсаңыз. Қазір 600 мыңға дейін түсті. 600 мың. Иә, ол жылдық оборот. Соның таза табысы қанша процент? Именно ритейл саласында бізде егер таза табыс 10%-дан 15% аралығында ғана жүреді. Сіздің қалтаңызға келетін табыс ол. Ол егер бірақ бұл жерде мәселе иногда форс-мажор болуы мүмкін. Сіз өмір күтпеген зат, ол төмендетуі мүмкін. Бірақ сол 10%, 15% көлемі ол сол деңгей. Форс-мажор қандай болуы мүмкін? Тариф мынандай мәселе мүмкін. Сіз мысалға бір зат заказ беріп қойдыңыз шетелден. И соңғы моментте жаңа заң қосылды. Уже сіздің бірінші шиппинг өзгеру мүмкін. Бұл жерде какой-то корабльдер батып жатыр, біреулер атысып жатыр деген сияқты. Шиппинг 2 есе көтеріліп кетуі мүмкін. Немесе мемлекет тарифті 30-40%-ға көтеріп жіберуі мүмкін. Сіз оны бәрібір төлеу керексіз да. Соған байланысты сіз мысалға өз қалтаңыздан тариф төлеген кезде келесі айыңыздың пайдасы түсіп кетеді. Маркетинг сізде қалай өтеді? Қалай жасайсыз? Қандай сізде канал продажы бар? Және де ең тиімдісі қайсысы болып саналады? Қазір маркетингді басында біз үшінші жақтағы компанияларға тапсыратынбыз. Сәйкесінше олардан результат төмен болды бастапқы бастаған кезде. Қазір 100% өзіміз жасаймыз. Өйткені
сенің бизнесің жайлы ешкім сенен жақсы білмейді. Өзің клиенттерің кім екенін білесің, кімге жасау керек екенін, қандай зат сату керек екенін, ең көп сатылатын зат не екенін білесің. Сол үшін әрқашан маркетингті өзің жасаған ыңғайлырақ. Соны уақытың жұмса, үйрен, бірақ өзің жасасаң ыңғайлы. Қазір біз маркетингті social медиа арқылы жасаймыз. Яғни Facebook'тың мета платформалары арқылы, ол ішіне Instagram'ды, Facebook'ты кіргізеді, WhatsApp'ты кіргізеді, сол арқылы жүріледі. Әрқашан ай сайын өзінің жеке немендер жасалынады, маркетинговый роликтер жасалынады, спешл дискаунттар жасалады кейбір товарларға. Сол арқылы ақша бөлініп, сол арқылы сатылады. Ең басты. Ол бірінші жол. Екіншісі, бұл жерде local promotion бар, Google арқылы жасаймыз. Сол арқылы клиенттерді табу, жаңа клиентті әкелу біздің маркетингде. И сол клиентті ұстап қалу. Қазіргі бізде алып жатқан адамдардың барлығы бұрынғы клиенттеріміз. Метада біз 4000-нан жоғары $6000 аралығында тек қана рекламаға жұмсаймыз. Ол айлық, тек қана бір платформада. Ол ең көп қайда кетеді? Facebook'қа кетеді ме, Instagram'ға кетеді? Ең көп кететіні Instagram'ға кетеді. Яғни сіз әрбір маркетингдің немеде роликті қарасаңыз, астында сізге статистикасын береді. Адам 3 секунд қарайды, шығарады. Бірақ бір затты, бір мебельді сатып алу үшін орташа именно 6 рет қарау керек екен сіздің рекламаңызда. Ол мысалға қазір сіз метамен жұмыс істеген кезде, олардың мета маркетинг тимі бар. Ол сіздерге әрқашан звондап бізге көмектесіп отырады. Ол тегін қызмет, яғни олармен жұмыс жасағандықтан. Айына 2-3 рет консультация алуыңыз болады, тегін. Солар сізге барлық ақпарат шығарып береді. Солардың зерттеуі бойынша именно 6 рет көрген соң сізден сатып алады. Өйткені мебель үлкен зат болғандықтан, яғни оны сатып алу үшін сіз ақылдасу керексіз ханымыңызбен, басқа адамдармен. Сол үшін біраз уақыт алады. Ол жеке нәрсе емес. Ол жеке, мысалы тамақ болса, сіз жаңа ресторан ашылыпты, бар бала аласыз, тамақ жей саласыз. Бірақ мебельде ондай зат емес. Сол тарапынан маркетинг экспенстер өте жоғарырақ болады, басқа салаға қарағанда. 4 немесе $6000 арасында ол мета, тағы қандай шығындар болады? Бұл жерде одан басқа сізде маркетинг мынандай зат жасайсыз. Именно адамдарға, немесе флюенсерларға біз сөйлесеміз. Мысалға, біз көбінесе қазір испанша сөйлейтін блогерлер болады. Солармен сөйлесеміз, оларға $300 бір рекламасы, $200, $300 адамға байланысты. Соны олар айына бір рет келіп, сіздің сторыңызда жүріп, мен осындай затты жақсы көрдім, сатып алдым, осындай зат. Лайв-стрим ретінде жүретін зат, солай жасайды, ол да жақсы көмектеседі. Бірақ ол жерде ең жақсысы сізге сол жаңа комьюнитимен коннекшн береді. Солар сізге сене бастайды, өйткені қалай әр комьюнити өзінің адамдарына ғана сенетін сияқты көрінеді. Мысалға сіз Қазақстанда адам болсаңыз, Қазақстанның мебель сататын адамға келсеңіз, сенімдірек көрініп тұрады да, өйткені жақынырақ адам. Сол сияқты. Испания комьюнитиге солай ғана біз қылма жасаймыз бір тарапынан. Қазір осы бизнесті бастаушы едіңіз ба? Дәл қазіргі периодта ритейлға кірмеуші едім өз басым. Ол 2 жыл бұрынғы, 3 жыл бұрынғы жағдай басқа, бірақ дәл қазіргі жағдай басқа. Өйткені бұған бірнеше фактор әсер етіп жатыр. Біз осы бизнесті қазір осы бизнесте қалуда істеу үшін көптеген қадамдар жасап жатырмыз, бірақ қазіргі меніңге біреу сұраса, осындай бизнес бастаса кірмеуші едім. Өйткені бірінші тараптан нарық түгелдей өзгерді. Товарлардың бағасы былай айтсақ болады, үстіне өте көп қосылды, тарифке байланысты 75%-ға дейін қосылды. Қазіргі зат бұрынғы бағаңмен ұстап тұрасыз, бірақ сіздің сатып алатын бағаңыз өте жоғары. Сәйкесінше, егер сен осы маркетке кіріп істеймін десең, осыны шыдаймын десең, басында өзің істеу керексің. Ешқандай жұмыссыз, барлық қызметті өзің атқарып, сол кезде нәпақаң береді. Бірақ бұл жерде өте көп жұмыс болады. Ойлайтын, дәл сондай қызмет жасап, басқа бір салада істесең, может одан жоғарырақ инком келеді. Бірақ long term'де істеймін десең, мысалы осындай бизнес қалыптастырам, барлық стептен өзім өтем, маған бұл қиын емес десең, бастауыңа болады. Ол кезде онда 1-2 жылда жақсы система құрасыз, өзіңнің клиенттерің пайда болады, ары қарай жұмыс істеу оңайырақ болады. Бізде ең үлкен сезон болып саналады мебельный салада, ол tax return сезон, яғни мемлекет адамдарға ақшаны қайтарған кезде, олар ол ақшаны келіп мебельге жұмсайды. Енді кез келген салада жұмсайды, бірақ мебельге өте көп жұмсалады. Ол фурничер бизнес үшін ең үлкен сезон болып саналады. Апрельде басталады. Апрельде басталып, қашан бітеді? Апрель майдың аяғында дейін болады. Екінші сезон болады ма сіздерде? Бізде екінші сезон болады, ол қазіргі кез Крисмастың алды. Яғни адамдар үйіне мебель алуға тырысады, өйткені Christmas evening бар, Thanksgiving алды бар, адамдар бір столға жиналады. Сол кезде адамдар мебелін жаңартқысы келеді, өйткені үйіне көп қонақ келеді. Ол екінші бір кішкентай бустердің бірі. Мысалы ақш-та 12 holiday бар үлкен. Соның каждый әсер етеді. Өйткені каждый коммерцияға айналдырған
адамдар жиналады үйіне, сол кезде қарастыру мәселесі жоқ дегенде бір столын ауыстырады, үйінде отырады. Жаңа ретөрнмен проблема бар ма? Қолданып кетеді ме сіздерді? Return бұл жерде қарастыратын мәселе, ақшта егер сіз бір зат сатам десеңіз, сізде міндетті түрде return policy болу керек. Міндетті түрде сіз қайтарып алу керексіз. Ондай жағдай көп болды, мысалы адамдар қайтарып кетеді, мысалы қажет жоқ деп қалдырып кетеді. Оны қайтарып алуға міндетсіз. Бірақ ол 100%-ден бір 3-4% ғана болуы мүмкін, одан көп болмайды. Адамдар, яғни affordable furniture'дан зат сатып алса, олар сәйкесінше жауапкершілікпен алады. Яғни оны сен сатып алған затың $500,000 зат, оны қайтарғың да келмейді да. А егер дәл сол затты сіз high-endтен сатып алсаңыз, сол затты $3,000 сатып алған болсаңыз, return рейті жоғарырақ болады сәйкесінше. Return policy сіз өзіңіз жазасыз, бірақ та сіз жаңағы штаттың заңды бұза алмайсыз. Бұза алмайсыз. Штатта қандай заңдылық бар жаңағы return policyмен байланыстыр? Егер сізде бизнес tax firm немене пермитіңіз болса, бизнес жасауға деген, sales tax пермитіңіз болса, міндетті түрде алу керексіз қайтарып. Ол қанша күн екен? Вот, мысалы мен сізге сатып аламын, қанша күн ішінде? Ол тарапы компанияға байланысты. Мысалға сөзіңіз білесіз, Walmartта там 3 күн, 30 күн сондай. Бірақ бізде 3 күн. 3 күн? Иә, біз 3 күн қоямыз. Онда риск қатты жоғары емес. Иә, өйткені 3 күннің ішінде мебель оншалықты бұзылмайды. Walmartта ол жоғары ұзағырақ та. Бір адам бізбен соттасқысы келді, алғысы келді, біз соңында затты қалдырдық, return жасадық. Alban Furniture деген ол не? Неге Alban деп аталады? Әзиз деген ағамыз бар. Сол кісі осы стордың иесі еді. Ол кісінің руы Alban екен. Сол себепті ақшта бірінші рет кәсіп ашқан кезде Alban деп ашқан, руына байланысты да, өзінің руын. И мен келдім, магазин тұр, бірақ liquidation магазин. Жаңадан кірдім, ол кісінің долясын сатып алдым. И осы маркетке кірген кезде магазиннің атын өзгертуге сұрақ туындады. Қасымда тағы партнеріміз Әзекең екеуміз отырып сөйлестік, ауыстырамыз, ауыстырмаймыз ба. Бұйырған аты осы қалдырайық. Қалдырдық, Alban Furniture, кейін ой болды өзгертейік деген. Бірақ бізге Google тарапынан предупреждение келді. Неге? Егер сіз Google аккаунтыңызда, Google Map'та магазиннің атын ауыстырсаңыз, сіз ревьюіңізді жоғалтады екенсіз. Толығымен кетіп қалады. Толығымен кетіп қалады. Қараймын, ревьюіміз 4-9, ол өте жоғары көрсеткіш мебель үшін. И ауыстыру өте қиянат сияқты көрінді. Бірақ сіз локейшнді ауыстырсаңыз, бір жерден басқа жерге атыңызды сақтап, ревьюіңіз сізбен бірге көшеді. Бірақ атын өзгертсеңіз, ол жоғалады екен. Сол себепті Albanбыз, Аллаға шүкір. Болашақта қандай пландарыңыз бар? Біз онлайнға кіруге ұмтылыс жасап жатырмыз. Өзіміздің Shopify платформалары, біздің веб-сайт арқылы сату, және үлкен Wayfairге, Amazonға, eBayға кіру. Мысалы Amazonға кіргенде сіз Amazon Fulfillment кірсеңіз болады. Ол жерде қалай Fulfilled. Сіз товарыңызды толықтай Amazonға жібересіз, сол жерде сақталады, сол жерде сатылады, и сол арқылы кетеді. Сәйкесінше оның Amazonның алатын фи жоғарырақ. Фи жоғарырақ, және мен естіген нәрсе, ол жаңағы ретөрнде болады, иә? Ретөрн 3 күн уже шектелмейсіз. Шектелмейсіз. Сәйкесінше ретөрн сіздің мойныңызда. Бұл жерде мысалға Wayfair'де саттыңызда, допустим, Wayfair'де сатылған кезде сізден Wayfair сатып алады. Мысалға, сізден $50 сатып алды мебеліңізді, Wayfair оны $200 онлайн сатып жатыр. Бірақ шиппингке Wayfair төлейді. Бірақ клиент оны қайтарам десе, шиппингпен сіз өзіңіз төлеп қайтарып алу керексіз. Бұл жерде мәселе сондай. Ол да қосымша қаражат. Яғни, менің өз есімде бұрын басқа бір осыған дейін магазинде жұмыс істедім. Сол жерде біз орындықтар сататын едік. Wayfair офис чейрлар қарапайым. Біз оны $49 Wayfair'ге сатамыз. Wayfair оны $220 сатады. Яғни бұл жерде ең үлкен маржаны үлкен платформалар алады. $220 сатады. Бірақ return болса, біз оны қайтарып алу керекпіз шиппингті төлеп. Сосын не істейсіздер? Оны liquidation'ге жібересіз? Сіз оны қалдырсаңыз болады, liquidation'ге жіберсеңіз болады, немесе өзіңіздің сторажыңызға ақшасын төлеп сатып алдырсаңыз болады. Бірақ шиппинг өте қымбат шығады FedEx-пен. Сол үшін көп компаниялар сіз онлайн заказ берген кезде продавец сізге хабарласып, қалдырудың жолын айтады. Сізге 50%-ға дейін скидка беруі мүмкін. Өйткені 50% скидка тиімдірек жаңадан шиппингқа төлегенге қарағанда. Alban Furniture'дың бизнес моделі қандай екен, түсіндіріп берсеңіз? Иә, негізі бұл жерде көп айырмашылық жоқ басқа бизнестермен, яғни процестер бірдей. Яғни көбінесе бізде қарапайым чектар жүреді. Мысалға, сіз бір товарды сатқыңыз келеді. Мысалға, мен бір товарды софа сатқым келді, диванды да. Қалай жұмыстайды? Мен барып сатып аламын бірінші. Яғни біздің холсейлерлер бар, суплайерларымыз Америкада жасайды, немесе шетелден әкелінеді, немесе өзіміз әкелеміз деген сияқты әкелдік. Ол бірінші түрде осы шоурумға қойылады. Шоурумның мақсаты сол.
Яғни сіз бір затты, актуалды затты қоясыз, оның суретін аласыз, өзіңіздің сайтыңызға немесе веб-сайтыңызға немесе социал медиаңызға жүктейсіз, оны реклама жасауыңыз болады ары қарай. И сол арқылы рекламаның функциялары бар, соған қызығатын адамдарға сіз яғни кейвордтар қоясыз, ол адам қарайды. Міндетті түрде ритейлдің айырмашылығы басқа онлайнмен қарағанда адам келеді, көреді, отырып көреді, ұстайды, ұнайды, ұнаса басқа себептерін сұрайды, и соны сатып алады. Сатып алғанда жаңағы финансирование немесе кэшқа, картқа сатып алады. Адам сатып алған соң біздің доставка тимға ол ақпаратты жібереміз. Яғни белгілі бір күнге, мысалға ертеңгі күнге дейік та, сағат 3 кезінде мысалы клиент бос болатын болса, біздің доставка жасайтын жігіттер оны алады, үйіне сол 3 кезінде апарып құрастырып береді. Міндетті түрде клиент қол қою керек. Реситке, что ол алды, ол алға соны оны қабылдап алды, бәрі дұрыс деген. Өйткені ол системаны кіргізген себебіміз ақшта ондай көп жағдай болады. Адам сенен сатып алды, үйіне апарып бердің. Егер сен оған подтверждение алмасаң, что біз доставка жасадық, бәрі дұрыс деген, ол басқа бір компанияға немесе банкке карта төлеген арқылы пеймент жасаған банкіне звондауы мүмкін, айту мүмкін. Мен бұл затты алмадым деп. Мен айта аламын, мен апардым деп. Бірақ біз біле алмаймыз, ешкім білмейді оның үйінде зат тұрғанын, өйткені үйіне кіре алмайды ешкім. Рұқсатынсыз. Сол кезде сұрақ туындайды. Не болды деп. Хьюстонда жұмыс істейтін магазиндер біз сияқты маркеттерге бөлінеді. Біз қазақ магазині екеу ғанамыз Хьюстон бойынша, ең алғаш шыққан біз болдық. И басқа өте көп деңгейін 30-40% түрік азаматтар алады. Түрік адамдары, Түркияда мебель әкеліп сатады, басқа жерден сатады, түріктер алады, түрік азаматтары. Олардың өзінің клиенттері бар, өте үлкен комьюнити бар. И ол мебельдерді жаңағы Египеттен, Сириядан, барлық араб мемлекеттерінен адамдар турецкий мебель жақсы көреді. Сондай адамдар олар. Екінші комьюнити бар, именно оңтүстік америкалық адамдар мебельмен айналысатын. Оларға көбінесе өздерінің адамдары келеді. Неге? Өйткені біреуінің документі толық болмауы мүмкін, келіп тек қана кэшка алам дейді. Немесе сенеді, ол жерде басқа лишний адамдар болмайды деген сияқты, ол жерде басқа бір адам оларға репорт жасамайды деген сияқты заттарға сеніп келеді. Сол үшін әрбір комьюнитидің өзінің сторлары бар деп айтсақ болады. Бірақ та сіздің сторыңыз тек қана қазақ комьюнити емес, жаңағы айтқандай Мексика, Африка, түріктер келіп алады ма сіздер? Бәрге болады. Бізде арнайы сатушы жұмыс істейтін адамдар испанша білу керек. Ол бір шарт, иә. Бір шарт, иә. Өйткені именно Техаста сіз ағылшын тілін білгеніңіз жақсы, бірақ испан тілін білсеңіз одан да жақсы. Өзімізде екеуміз испанша үйрендік аздап. Қазір былай сөйлесе аласыздар ма клиенттермен? Иә, аздап basic уровеньде сөйлесе аламыз. Hola, ¿cómo estás? Бұл қалай клиенттер келетіні, яғни әрқашан клиенттер келген кезде біз уақыт береміз. Адам өзіне егер екен кіріп қарайды, тексереді, кейін бізден келіп сұрайды, немесе біздің қасында сұрақтар болса, біз барып көмектесеміз. ¿Cómo estás? ¿Quién es usted? ¿Sofas? ¿Cuál carne es este? ¿Gris, negro? Café. Café, ok. ¿Cuál sofa? Like el sectional, ¿sí? ¿Grande? Sí, Or... grande. Ah, grande, ok. Exactamente, este sectional 1499 and este negro color abierto en café, beige, negro. Yeah. Aquí otra modelo, sofá cama 1200, mismo modelo, mismo material, todo esto. Disculpe. Gris, charcoal. Yeah. Exact this one or different? Sure. Yeah. Біз тілейміз, сіздер бәрі жақсы болсын. Иншалла. Осы кризистен өтіп, жаңағы экспаншн жасап, тек қана осы Техаста емес, жалпы ақш-тағы үлкен бизнесмендердің арасында болыңыз. Рахмет, Алла разы болсын. Сіздерге үлкен рахмет уақытыңызды бөлген үшін. Құдай қаласа, жақсылықта, аманшылықта кездесейік. Рахмет. Иншалла. Рахмет. Жақсы.